Жаратылыс кітабы 37 бап. Яқып әкесі келгінді болып, жасаған Қанан жерінде жасай берді. Яқыптың ұрпақларының тарихы төмендегіше. Юсуп 17 жасар уақытында ажағаларына, яғни әкесінің хаяллары Билха менен Зилпаның ұлларына қой ешкілерді бақсатығын еді. Ол әкесіне ажағаларының жаман іслері хақында жеткізіп тұратығын еді. Израиль Юсупты басқа барлық ұлларынан көре көбірек жақсы көрді. Өйткені ол Израильдің қартайған шағында көрген ұлы еді. Әкесі Юсупке нақыслы шапан тіккізіп берді. Юсуптың ажағалары әкесінің оны өзлерінен көре көбірек жақсы көретұғынын білгенде оны жек көріп қалды. Хам енді оның менен жылы сөйлесе алмайтұғын болды. Бір күні Юсуп түс көрді. Ол өз түсін ажағаларына айтып бергенде, олар Юсупты бұрынғыдан да бетер жек көріп қалды. Юсуп ажағаларына, мен көрген түсімді айтып берейін, тыңлаңлар. Түсімде біздер атызда дәстелерді баулап атырған екенбіз. Бірден менің баулаған бауым жерден көтеріліп тік тұрды. Ал сіздердің бауларыңыз менің бауымды дөгереклеп, оған тәжім етті, деді. Юсуптың ажағалары оған, сен елі біздердің үстімізден патша болып, біздерді басқармақшымысың, деді. Көрген түсін айтқаны себеплі, ажағалары оны бұрынғыдан да беттер жек көріп қалды. Кейін Юсуп тағы бір түс көрді. Хам оны да ажағаларына айтып беріп, былай деді. Тыңлаңлар, мен және бір түс көрдім. Түсімде құяш, ай хам 11 жұлдыз маған тәжім етіп атырған екен. Юсуп бұл түсін әкесіне де айтып бергенде, әкесі оған кейіп, сен қандай түс көрдің өзі? Сонда не, мен, анаң, хам ажағаларың алдыңа келіп, жерге дейін ейліп, тәжім етеміз бе? Деді. Ажағалары Юсупке қызғанышпенен қарауды давам етті. Бірақ әкесі оның сөзлерін есінде сақлап қалды. Бір күні Юсуптың ажағалары әкесінің қой ешкілерін бағу үшін Шехемге кетті. Израиль Юсупке, ажағаларының Шехемде қой ешкілерді бағып атырғанын білесең, бар, мен сені оларға жіберейін, деді. Яқшы, деді Юсуп. Әкесі оған, барып, ажағаларыңның хам сүрудің жағдайын біліп қайт, деп оны Хеброн ойпатлығынан Шехемге жіберді. Юсуп Шехемге жетіп барып, далада адасып жүргенде, бір адам оны көріп, не ізлеп жүрсең? Деп сұрады. Юсуп оған, мен ажағаларымды ізлеп жүрмен. Олардың қой ешкілерді қай жерде бағып жүргенін білмейсіз бе? Деп сұрады. Ол адам Юсупке, олар бұл жерден кетіп қалды. Дотанға барамыз дегенін естіп қалдым, деді. Солай етіп, Юсуп ажағаларының ізінен кетіп, оларды Дотаннан тапты. Ажағалары Юсупты ұзақтан көрді. Хам ол елі қасыларына жетіп келместен бұрын, оны өлтіруге тіл біріктіре басылады. Олар бір-біріне, әне түс көргішке атыр. Келіңлер оны өлтіріп, бір су сақлайтұғын шұқырға таслайық. Соңынан оны жыртқыш хайуан жеп кетіпті деп айтамыз. Сонда оның көрген түслерінің не болатығының көреміз, деді. Рубен бұны есткенде, Юсупты олардың қолынан құтқармақшы болып, оларға, оны өлтірмейік, қан төкпейік, оны ұсы шөлдегі бір су сақлайтұғын шұқырға таслайық, бірақ өзіне тимейік, деді. Оның ниеті Юсупты құтқарып, әкесіне қайтару еді. Юсуп ажағаларының жанына келгенде, олар оның үстіндегі нақыслы шапанды шешіп алып, өзін бір сусыз бос шұқырға таслап жіберді. Ажағалары ауқатлану үшін жайғасып отырғанда, Гилад тараптан келтірген Исмаиллылардың каруанын көрді. Олар түйелеріне мум, бальзам, хам ладан жүклеп, Мысырға кетіп баратыр еді. Яхуда аға інілеріне, інімізді өлтіріп, оның қанын жасырғанымыздан не пайда? Жақсысы оны Исмаиллыларға сатайық. Сонда қолымыз оның қанына
былғанбайды. Себебі ол біздер менен қаны бір туысқанымыз ғой, деді. Туысқанлар бұған разы болды. Мидианлы саудагерлер, яғни Исмайыллылар, сол жерден өтіп бара тұрғанда, ажағалары Юсупты шұқырдан шығарып алды да, оны сол саудагерлерге 20 шекел күміске сатып жіберді. Олар Юсупты Мысырға алып кетті. Рубен шұқырға қайтып келгенде, Юсуптың шұқырдың ішінде жоқ екенін көріп, қайғыдан киімлерін жыртты. Ол інілерінің жанына қайтып барып, оларға: «Бала ол жерде жоқ, енді мен не қыламан?» деді. Сонда олар бір текені сойып, Юсуптың нақыслы шапанын алып, оны текенің қанына былғады. Соңынан шапанды әкесіне жіберіп: «Біздер мынаны тауып алдық. Қара, бұл ұлыңның шапаны емес пе?» деп соратты. Яқып шапанды танып: «Ауа, бұл ұлымның шапаны. Оны жыртқыш хайуан жеп кетіп, Юсуп тілкім болған екен ғой», деді. Яқып қайғыдан киімін жыртып, аза киімін киіп алды. Хам ұлы үшін ұзақ уақыт аза тұтты. Барлық ұл қызлары оған тәселі берсе де, ол жұбанғысы келмей: «Мен ұлымның жанына, өлілер маканына осы қайғым менен кетемен», деп ұлын жоқлауды давам етті. Сол арада Мидианлылар Юсупты Мысырда фараонның сарай қызметшісі Патифарға сатып жіберді. Ол сақшылардың басшысы еді. Жаратылыс кітабы 38 бап. Сол уақытлары Яхуда туысқанларынан бөлініп, Адуламлы Хира деген адамның қасына барып орналасты. Яхуда сол жерде Шуа деген қананлы бір адамның қызын ұшыратып, оған үйленді. Хаял хамладар болып ұл туды. Яхуда оған деп ат қойды. Хаялы және хамладар болып ұл туды, хам оған Онан деп ат қойды. Ол тағы бір ұл туып, оның атын Шела деп қойды. Ол туылғанда Яхуда Кезипте еді. Яхуда тұңғышы Эрді бір қызға үйлендірді. Қыздың аты Тамара еді. Яхуданың тұңғышы жаратқан иенің нәзерінде нахақ адам болғанлықтан, жаратқан ие оның жанын алды. Сонда Яхуда Онанға: «Қайынлық уазипаңды орындап, жеңгеңе үйлен, хам ажағаңның ұрпағын давам еттір», деді. Бірақ Онан Тамарадан туылған балалардың өзінікі болмайтұғынын білетұғын еді. Сондықтан ол ажағасының хаялы менен жатқанда, ажағасынан ұрпақ қалмасын деп, ұрығын жерге төгіп жіберетұғын еді. Оның бұл ісі жаратқан иенің нәзерінде нақақлық болғанлықтан, жаратқан ие оның да жанын алды. Сонда Яхуда келіні Тамараға: «Әкеңнің үйіне қайтып, ұлым Шела ержеткенше сол жерде жесір болып жасай тұр», деді. Себебі Яхуда Шелада ажағалары сияқлы өліп қалар деп ойлайтұғын еді. Солай етіп, Тамара әкесінің үйіне қайтты. Арадан көп уақыт өткеннен соң Шуаның қызы, яғни Яхуданың хаялы қайтыс болды. Азалау мүддеті тамам болғаннан соң, Яхуда досты Адуламлы Хира менен бірге Тимнаға, өзінің қойларын қырқып атырған адамларға кетті. Тамараға: «Қайнатаң қойларын қырықтыру үшін Тимнаға кетіп баратыр», деген хабар жетті. Шела ержетсе де, Яхуда Тамараны Шелаға хаялыққа алып бермеген еді. Сондықтан Тамара үстіндегі жесірлік киімлерін шешіп, жүзін жаулықпенен жауды да Тимнаға баратұғын жол бойындағы Энаим дарвазасының алдына барып отырды. Яхуда Тамараны көргенде, оны бұзық хаял деп ойлады. Өйткені оның жүзі жабық еді. Яхуда жолдан хаял тәрепке бұрылып келді де, оның өзінің келіні екенін білмей, оған: «Сенің менен жатайын», деді. Хаял оған: «Менің менен жатсаңыз, маған не бересіз?» деп сұрады. Яхуда: «Сүреуімнен саған бір ылақ беріп жіберемен», деді. «Ылағыңызды жібергеніңізше,
кепілlikке бір нәрсе бересіз бе, деді хаял. Яхуда оннан, кепілlikке не берейін, деп сұрады. Тамара оған, мөріңізді, жібі менен һәм қолыңыздағы хассаңызды берің, деді. Яхуда сол нәрселерді беріп, оның менен жатты. Тамара оннан хамладар болды. Тамара үйіне қайтып келіп, жүзіндегі жаулығын шешіп таслады да, және жесірлік киімдерін киіп алды. Сол арада Яхуда кепілlikке қалдырған нәрселерін қайтарып алу үшін Адулламлы досты арқалы хаялға бір ылақ жіберді. Дегенменен достысы хаялды таба алмады. Сонда достысы сол жердің адамларынан, Энайымда жол шетінде бір бұзық хаял бар еді. Ол қаяқта, деп сұрады. Олар, бұл жерде ондай хаял жоқ, деп жауап берді. Достысы Яхуданың жанына қайтып келіп, хаялды таба алмадым. Сол жердің адамлары да ол жерде ешқандай бұзық хаялдың болмағанын айтты, деді. Яхуда, мейлі, сол затлар хаялда қала берсін. Тек ешкімге масқара болмасақ болғаны. Мен ылақты жіберген едім, бірақ сен хаялды таба алмадың, деді. Шамаменен 3 айдай уақыт өткенде Яхудаға келіннің Тамара бұзықшылық істепті. Ол қазір хамладар деген хабар жетті. Сонда Яхуда, оны далаға алып шығып, жағып жіберіңдер, деді. Тамараны далаға алып шыққанда, ол қайнатасына, мен мына затлардың иесінен хамладар болдым. Анықлап қараң, бұл мөр, оның жібі, һәм хасса кімдікі, деп хабар жіберді. Яхуда затларды танып, хақиқатлық ол тәрепте, себебі мен оны ұлым Шелаға алып бермедім, деді. Сонан кейін Яхуда Тамара менен қайтып жақындасқан жоқ. Тамараның туу уақыты келгенде, қарнында 2 бала барлығы мәлім болды. Ол босанып атырған уақытта егізлердің бірі қолын сыртқа шығарды. Кіндік шешесі баланың қолын ұслап, бұл бірінші болып туылды, деп оның білегіне қырмызы жіп байлап қойды. Бірақ ол қолын ішке тартып алды, һәм сол уақытта оның сыңары туылды. Сонда кіндік шешесі, сен қалайынша тосқылықты бұзып өттің, деді. Сонлықтан оған Перес деп ат қойылды. Соңынан білегіне қырмызы жіп байланған оның сыңары туылды. Оған Зихар деп ат қойды. Жаратылыс кітабы 39 бап. Исмайыллылар Юсупты Мысырға алып келді. Фараон сарайының қызметшісі, сақшылардың басшысы Мысырлы Патифар Юсупты Исмайыллардан сатып алды. Жаратқан ие Юсуппенен бірге болып, оны табыслы қылды. Солай етіп, Юсуп Мысырлы қожайынның үйінде жасады. Оның қожайыны жаратқан иенің Юсуппенен бірге екенін, һәм ол істеген әрбір істі табыслы қылып атырғанын көрді. Юсуп қожайынның кеуілінен шықты, һәм оның жақын қызметшісіне айланды. Сондықтан оны үйі һәм барлық мал-мүлкі үстінен басқарушы етіп қойды. Қожайыны Юсупты үйі һәм бүткіл мал-мүлкі үстінен басқарушы етіп тағайынланғаннан бастап, жаратқан ие Юсуп себеплі Патифардың үйін жарылқады. Оның үйіне, атызына һәм оған тиесілі әрбір нәрсеге берекет берді. Солай етіп, Патифар өзінің бүткіл мал-мүлкін Юсуптың ықтиярына тапсырып, өзі жейтұғын тамағынан басқа еш нәрсеменен ісі болмады. Юсуп қады қауметі келіскен, шырайлы жігіт еді. Арадан бір қанша уақыт өткеннен соң, Патифардың хаялының Юсупке ішқы кетіп, оған, менің менен жат, деді. Бірақ Юсуп қарсылық көрсетіп, қожайынның хаялына былай деді. Міне қожайыным үйіндегі барлық затларды менің ықтиярыма тапсырып, ешбір іске араласпайды. Бұл қожалықта меннен билігі күшлі адам жоқ. Ол сеннен басқа еш нәрсені меннен аямады. Себебі сен оның хаялысаң. Мен қалайынша бұндай үлкен қылмыс істеп, Құдайға қарсы күнә қыламан. Хаял Юсупке өзіменен бірге жатуды һәм бірге болуды har күні ұсыныс етсе де, Юсуп оның айтқанына көнбеді. Бір күні Юсуп
өз іслерін іслеу үшін үйге кірді. Үйде қызметшілерден ешкім жоқ еді. Сонда Патифардың хаялы Юсуптың шапанын ұслап, «Менің менен жат» деді. Бірақ Юсуп шапанын хаялдың қолында қалдырып, сыртқа қашып шықты. Хаял Юсуптың шапанын таслап қашқанын көргенде, үй қызметшілерін шақырып, оларға: «Қараңлар, күйеуім алып келген мына еврей біздерді масқара қылды ғой. Ол менің жату үшін ішке кірді. Бірақ мен қатты қышқырдым. Ол менің қышқырып бақырғанымды есіткенде, шапанын қасыма таслап, сыртқа қашып кетті» деді. Қожайыны үйге келгенше, Хаял Юсуптың шапанын сақлап қойды. Хаял күйеуіне де сол сөздерді айтып: «Сенің бұл жерге алып келген еврей құлың маған келіп, мені масқара қылмақшы болды. Бірақ мен қышқырып бақырғанымда, ол шапанын менің қасыма таслап, сыртқа қашып кетті» деді. Юсуптың қожайыны Хаялының «Сенің құлың маған осылай істеді» дегенін есіткенде ғазепке мінді. Ол Юсупты тұтқынға алып, патшаның тұтқынлары қамалатығын қамақханаға таслатты. Бірақ Юсуп қамақта болғанда да жаратқан ие оның менен бірге болып, оған жақсылық істеді. Һәм қамақхана басшысына Юсупты ұнамлы етіп көрсетті. Ол қамақханадағы барлық тұтқынларды Юсуптың қарамағына тапсырды. Ол жердегі барлық істер үшін Юсуп жауапкер болды. Қамақхана басшысы Юсупке тапсырған жұмыслардың ешбіріне араласпады. Өйткені жаратқан ие Юсуппенен бірге болып, ол істеген әрбір істі табыслы қылды. Жаратылыс кітабы 40 бап. Бір қанша уақыттан соң Мысыр патшасының шарап құюшысы һәм нанбайы өз қожайынына, яғни Мысыр патшасына қарсы айып істеді. Фараон өзінің осы екі қызметкеріне, яғни бас шарап құюшысы менен бас нанбайына ашуланып, оларды сақшылардың басшысының үйіне, Юсуп отырған қамақханаға қаматып таслады. Сақшылардың басшысы Юсупты олардың қызметіне бекітті. Солай етіп, олар бір қанша уақыт қамақханада қалды. Бір күні түнде фараонның қамақта болған шарап құюшысы менен нанбайы екеуі де түс көрді. Һәр түстің өзінше мәнісі бар еді. Ертеңіне азанда Юсуп олардың жанына келгенде, екеуінің де еңсесі түсіп отырғанын көрді. Юсуп қожайынның үйінде өзіменен бірге қамалып жатырған фараонның қызметкерлерінен: «Бүгін неге қапа көрінесіз?» деп сұрады. Олар: «Біздер түс көрген едік, бірақ оларды жорып беретұғын ешкім жоқ» деді. Юсуп оларға: «Түс жору Құдайдан емес пе? Түслеріңізді маған айтып беріңдер» деді. Сонда бас шарап құюшы түсін Юсупке айтып: «Мен түсімде бір жүзім ағашын көрдім. Ағаштың 3 шақасы бар екен. Олар бөрте сала гүллеп, солқым-солқым жүзім пісті. Менің қолымда фараонның кесесі бар екен. Мен жүзімлерді алып, фараонның кесесіне сықтым да, кесені оның қолына бердім» деді. Юсуп былай деді: «Бұл түс мынаны аңлатады: 3 шақа 3 күн. 3 күн ішінде фараон сенің тағдырыңды шешеді. Һәм сен бұрынғы қызметіңе қайтасың. Оған бұрынғыдай шарап ұсынатұғын боласың. Бірақ ісің жүріскеннен кейін мені есіңе ал. Маған жақсылық істеп, фараонға мен туралы айт. Һәм мені бұл қамақханадан шығарып ал. Себебі мен еврейлердің жерінен ұрлап әкелінгенмін. Бұл жерде де қамаққа таслағандай еш нәрсе істемедім» деді. Бас нанбай Юсуптың түсті жақсы жорғанын көріп, оған былай деді: «Мен де түс көрдім. Түсімде басымда 3 себет нан бар екен. Ең үстіндегі себетте фараонға арнап пісірілген һәр түрлі нан өнімлері бар екен. Бірақ құслар басымдағы себеттен оларды шоқып жеп атыр екен» деді. Юсуп оған былай деді: «Бұл түс мынаны аңлатады: 3 себет 3 күн. 3 күн ішінде фараон тағдырыңды шешіп, сені дарға астырады. Һәм құслар келіп денеңді шоқиды.
Үшінші күні фараон өзінің туылған күнінде барлық қызметкерлеріне арнап зияпат берді. Сонда ол өз қызметкерлерінің алдында бас шарап құюшысы менен бас нанбайының тағдырын шешті. Бас шарап құюшыны өз қызметіне қайтарды. Солай етіп, бас шарап құюшы және фараонға кесесін ұсынатұғын болды. Бірақ бас нанбайды Юсуп жорығандай дарға астырды. Бас шарап құюшы Юсупты еске алмады, оны ұмытып жіберді. Жаратылыс кітабы 41 бап. Арадан 2 жыл өткенде фараон түс көрді. Түсінде ол Нил дариясының жағасында тұр екен. Дариядан шырайлы хам семіз 7 сиыр шығып, қамыслықта отлай басылады. Соңынан дариядан сықылсыз хам арық 7 сиыр шығып, дарияның жағасындағы алдыңғы сиырлардың жанына барып тұрды. Сықылсыз хам арық сиырлар шырайлы хам семіз 7 сиырды жеп қойды. Сол уақытта фараон оянып кетті. Ол және ұйқылап кетіп, қайтадан түс көрді. Түсінде бір пақалда 7 жақсы хам толық масақ өсіп тұр екен. Соңынан пүш хам шығыс самалы кептірген 7 масақ өсіп шықты. Бұл пүш масақлар жақсы хам толық масақларды жұтып жіберді. Сол уақытта фараон ұйқысынан оянып кетіп, бұның түс екенін білді. Азанда фараон тынышсызланып, Мысырдың барлық уәли руханилері менен данышпалларын шақыртып алды да, оларға көрген түслерін айтып берді. Дегенменен олардың ешбірі фараонның түслерін жори алмады. Сонда бас шарап құюшы фараонға былай деді: «Бүгін мен өз айбымды мойындауға мәжбүрмен. Бір күні сіз өзіңіздің құлларыңыз болған маған хам бас нанбайға ашуланып, біздерді сақшылардың басшысының үйіне, қамақханаға қаматқан едіңіз. Бір күні түнде екеуміз де түс көрдік. Har түстің өзінше мәнісі бар еді. Сол жерде біздерменен бірге сақшылардың басшысының құлы болған бір еврей жігіт бар еді. Біздер түслерімізді оған айтып бергенімізде ол жорып берді. Хамме нәрсе ол жорығандай болды. Мен өз қызметіме қайттым, ал нанбай дарға асылды. Сонда фараон Юсупке адам жіберіп, оны тезлікпенен қамақханадан алдырды. Юсуп сақал мұртын алып, киімлерін алмастырғаннан кейін фараонның алдына келді. Фараон Юсупке: «Мен бір түс көрдім, бірақ оны ешкім жори алмады. Естуімше, сен түс жори алады екенсің», деді. Юсуп фараонға: «Түс жору менің қолымда емес, бірақ сіздің игілігіңіз үшін Құдайдың өзі жориды», деді. Сонда фараон Юсупке былай деді: «Түсімде Нил дариясының жағасында тұрған екенмен. Сол уақытта дариядан семіз хам шырайлы 7 сиыр шығып, қамыслықта отлай басылады. Соңынан дариядан ары сықылсыз хам еті сүйегіне жабысқан 7 сиыр шықты. Мен бүткіл Мысыр елінде бұндай арық сиырларды еш көрмеген едім. Сықылсыз хам арық сиырлар семіз сиырларды жеп қойды. Бірақ семіз сиырлар олардың қарнына түссе де еш нәрсе болмағандай, арық сиырлар бұрынғысынша арық болып қала берді. Сонан кейін мен оянып кеттім. Кейін мен басқа түс көрдім. Түсімде бір пақалда толық хам жақсы 7 масақ өсіп шыққанын көрдім». Жаратылыс кітабы 42 бап. Яқып Мысырда ғалле бар екенін білгенде, ұлларына: «Неге бір-біріңізге қарап отырсызлар? Мен Мысырда ғалле бар екенін естім. Өлмей тірі қалуымыз үшін сізлер ол жаққа барып, ғалле сатып алып келіңдер», деді. Солай етіп, Юсуптың 10 ажағасы ғалле сатып алу үшін Мысырға кетті. Бірақ Яқып Юсуптың інісі Беньяминді оларменен бірге жібермеді. Себебі ол ұлының бір бәлеге жолығуынан қорқатұғын еді.
Солай етіп, ғалле сатып алуға келгенлер менен бірге Израилдің ұллары да Мысырға келді. Өйткені Қанан жерінде де ашлық болып атырған еді. Юсуп Мысыр елінің басшысы болып, елдегі бүткіл халыққа ғалле сататұғын еді. Сонда Юсуптың ағалары келіп, оның алдында маңлайлары жерге тигенше иіліп тәжім етті. Юсуп ағаларын көріп, оларды таныды. Бірақ өзін оларды танымайтұғындай қылып көрсетіп, қатал сөйледі. Һәм олардан, «Қайықтан келдіңдер?» деп сұрады. Олар Юсупке, «Біздер азық ауқат сатып алу үшін Қанан жерінен келдік» деп жауап берді. Юсуп ағаларын таныса да, ағалары оны танымады. Юсуп олар хақында көрген түслерін еслеп, оларға, «Сізлер жансызларсыз, бұл елдің халсіз жерлерін білу үшін келгенсізлер», деді. Олар Юсупке, «Яқ мырзамыз, сіздің құлларыңыз болған біздер азық ауқат сатып алу үшін келдік», деді. «Біздер хаммеміз бір әкенің ұлларымыз, сіздің құлларыңыз болған біздер хадал адамлармыз, жансыз емеспіз», деді. Юсуп оларға және, «Яқ, сіздер елдің халсіз жерлерін білу үшін келгенсізлер», деді. Олар, «Сіздің құлларыңыз болған біздер 12 туысқанбыз. Хаммеміз Қанан жерінде жасайтұғын бір әкенің ұлларымыз. Ең кішкенеміз қазір әкеміздің жанында, ал басқа біреуі жойтылып кетті», деді. Юсуп оларға былай деді. «Әне айтқанымдай сізлер жансызларсыз. Енді сізлер сынаудан өтесіз. Егер кенже ініңіз бұл жерге келмесе, фараонның басыменен ант ішемен, сізлер бұл жерден кетпейсіздер. Араңыздан біріңізді жіберің, ол барып, ініңізді алып келсін, ал қалғанларыңыз қамақта тұрасызлар. Сөздеріңіздің хақиқат ямаса жалған екенлігін тексеріп көреміз. Егер сөздеріңіз жалған болса, фараонның басыменен ант ішемен, сізлер жансызларсыз». Солай етіп, Юсуп ағаларын 3 күнге қаматып қойды. 3-ші күні оларға, «Мен Құдайдан қорқатұғын адамман. Егер сізлер былай істесеңіз, бір қасық қаныңыздан кешемен. Өзлеріңіздің хадал адамлар екенлігіңізді дәлелдеуіңіз үшін араңыздан біріңіз қамақта қалсын, ал қалғанларыңыз аш қалған қожалықларыңыз үшін ғалле алып кетіңдер. Соңынан кішкене ініңізді маған алып келіңдер. Сонда сөздеріңіздің хақиқи екенлігі дәлелленіп, өлімнен аман қаласызлар», деді. Олар бұған келісім берді. Олар бір-біріне, «Шынында да біздер інімізге істеген ісіміз үшін жазаланып атырмыз. Ол біздерге жалбарынғанда, оның қалай қиналғанын көрсек те, оны тыңламадық. Сол себептен біздердің басымызға да осы қиыншылық түсті», десті. Рубен оларға, «Балаға жаманлық істемеңдер деп сіздерге ескертпеген бедім, бірақ сіздер тыңламадыңдар. Міне, қазір оның қанының құны біздерден талап етіліп атыр», деді. Юсуптың өзлерін түсінетұғынын ағалары білмеді. Себебі Юсуп оларменен ділмаш арқалы сөйлескен еді. Юсуп ағаларының жанынан кетіп, жылап жіберді. Соңынан қайтып келіп, оларменен сөйлесті. Һәм араларынан Шимонды тұтқынға алып, басқаларының көз алдында байлатып қойды. Юсуп ағаларының қапларын ғаллеге толтыруды, күміслерін һәр бірінің қабына қайтарып салуды, һәм жол азығын беруді бұйырды. Айтылған сөз орынланды. Юсуптың ағалары ғаллелерін ешеклеріне артып жолға түсті. Түнеген жерінде олардың біреуі ешегіне жем берейін деп қаптың аузын ашты, һәм өзінің күмісінің қаптың аузында тұрғанын көрді. Ол туысқанларына, «Күмісімді қайтарып беріпті, міне ол қабының ішінде екен», деді. Сонда олардың жүректері сулап, қалтырасып бір-біріне, «Құдайдың біздерге бұл не қылғаны?» деді. Олар Хананға, әкесі Яқыпқа қайтып келіп, басларынан кешіргенлерінің хаммесін айтып беріп, былай деді. «Сол елдің басшысы біздерменен қатал сөйлесіп, біздерді елге келген жансызлар деп есаплады.
Bizler оған, bizler хадал адамларымыз, жансызлар емеспіз. Bizler 12 туысқан болып, бір әкенің ұлларымыз, бір ініміз жойтылып кетті, ал кішкене ініміз қазір Қананда, әкеміздің жанында қалды, дедік. Сол елдің басшысы bizlerге, сіздердің хадал адамлар екенлігіңізді мен мынадан білемен. Туысқаныңыздың біреуін қасымда қалдырың да, ал қалғанларыңыз аш қалған қожалықларыңыз үшін ғалле алып кете беріңлер. Ал кенже ініңізді маған алып келесіздер. Мен сонда сіздердің жансыз емес, ал хадал адамлар екенлігіңізді білемен. Хам туысқаныңызды сіздерге қайтарып беремен. Сонда сіздер бұл елде сауда істей аласызлар, деді. Олар қапларын босатып атырып, әрқайсысы өз қабының ішінен түйеулі күмісін тауып алды. Түйеулі күміслерін көргенде, олардың өзлері де, әкесі де қорқып кетті. Сонда Яқып ұлларына, сіздер мені перзентлерімнен айырдыңлар. Юсуп жоқ, Шимон жоқ, енді Беньяминді де алып кетпекшісіздер. Маңлайым бұншелі қара болмаса, деді. Рубен әкесіне, егер мен Беньяминді қайтарып әкелмесем, менің 2 ұлымды өлтіре қой. Беньяминді маған тапсыр, мен оны саған қайтарып әкелемен, деді. Бірақ Яқып, ұлымды сіздер менен жібермеймен. Өйткені ағасы өліп, ол жалғыз қалды. Егер ол жолда бір бәлеге жолықса, сіздер менің ғарры басымды сол қайғы менен өлілер маканына жібересіздер, деді. Жаратылыс кітабы 43 бап. Қанан жеріндегі ашлық күшлі еді. Мысырдан алып келінген ғалле таусылғаннан кейін Яқып ұлларына, және барып аз-маз азық ауқат сатып әкеліңлер, деді. Яхуда әкесіне былай деді. Ол адам bizlerге, егер ініңіз сіздерменен бірге келмесе, көзіме көрінбеңлер, деп қатаң айтқан еді. Егер інімізді bizlerменен бірге жіберсең, барып саған азық ауқат алып келеміз. Егер жібермесең, bizler бара алмаймыз. Себебі ол адам, ініңіз сіздерменен бірге келмесе, көзіме көрінбең, деген еді. Израиль, не үшін сіздер ол адамға және бір ініңіздің бар екенін айтып, менің басымды бәлеге қойдыңыз, деді. Олар әкесіне, ол адам bizlerден өзлеріміз һәм туысқанларымыз хақында шұқылап сорап, әкеңіз елі тірме, басқа туысқаныңыз бар ма, дегенде, bizler оның сұрауларына жауап бердік. Оның bizlerге ініңізді алып келің деп айтатұғынын қаяқтан біліппіз, деді. Яхуда әкесі Израильға, баланы менің жібер, кетейік. Сонда сен де, bizler де балаларымыз да өлмей тірі қаламыз. Мен бала үшін басым менен жауап беремен. Оны меннен талап етесең. Егер мен оны алдыңа қайтарып әкелмесем, онда бір өмірі сенің алдыңда айыпкер боламан. Егер уақытты соза бермегенімізде, қазірге дейін 2 рет барып келген болар едік, деді. Ақырында Израиль ұлларына былай деді. Мейлі, онда былай істелең. Өзлеріңізбенен бірге бұл жердің ең жақсы өнімлерінен алып, ол адамға сауғаға аз-маз бальзам, аз-маз пал, хам мум, ладан, пісте, бадам алып барыңлар. Қапыларыңыздың аузында қайтып келген күміслерді қайтарып беруіңіз үшін 2 есе күміс алып кетіңлер. Мүмкін алжасық болған шығар. Ініңізді алып, сол адамға қайтып барыңлар. Құдіреті күшлі Құдай, ол адамның жүрегіне сіздерге деген рехім берсін. Ол сіздердің сол туысқаныңызбенен Беньяминді сіздерге қайтарып берсін. Ал маған келсек, егер мен баласыз қалатұғым болсам, мейлі, баласыз қала қояйын. Солай етіп, туысқанлар сауғаларды 2 есе күмісті, хам Беньяминді алып, Мысырға қарай жолға шықты. Хам Юсуптың алдына келді. Юсуп олардың жанындағы Беньяминді көргенде, өзінің үй басқарушысына, бұл адамларды менің үйіме алып бар да, мал сойып, ауқат даярла. Өйткені олар түскі ауқатты менің менен бірге жейді, деді.
Үй басқарушысы Юсуптың айтқанындай істеп, оларды Юсуптың үйіне алып барды. Туысқанлар өзлерінің Юсуптың үйіне апарылғанын көргенде қорқып кетіп, бір-біріне бұрын қапларымызға қайтарып салынған күмісті сылтаулап, ол біздерді осы жерге алып келген шығар. Ол біздерге топылып, өзлерімізді құл етпекші, һәм ешеклерімізді тартып алмақшы шығар, десті. Олар қапының кірер аузында Юсуптың үй басқарушысына жақындап барып, «Мырзамыз, біздер бұнан алдын азық ауқат сатып алу үшін бұл жерге келген едік. Қайтарсын түнеген жерімізде қапларымызды ашып қарағанымызда, әрбіріміз күмісіміздің басы бұзылмай, қаптың аузында тұрғанын көріп, хайран қалдық. Біздер оны қайтарып алып келдік. Бұнан тысқары, біздер азық ауқат сатып алу үшін қосымша күміс алып келдік. Ал сол күмісімізді қапларымызға кім салып қойғанын біздер білмейміз», деді. Үй басқарушысы: «Қауетірленбеңлер, һәм қорқпаңлар. Қапларыңыздағы бұл хазинені сіздердің һәм әкеңіздің Құдайы қапларыңызға салып кетіпті. Мен күмісіңізді алдым», деді. Соңынан ол Шимонды олардың алдына алып келді. Үй басқарушы оларды Юсуптың үйіне алып келіп, аяқларын жуу үшін су һәм ешеклеріне жем берді. Туысқанлар түске Юсуптың келуіне сауғаларын таярлап қойды. Себебі өзлерінің сол жерде ауқатланатұғынын есткен еді. Юсуп үйге келгенде олар сауғаларын ішке әкеліп Юсупке берді, һәм оның алдында жерге дейін иіліп тәжім етті. Юсуп олардан хал-ахуал сорап болғаннан кейін, «Өзлеріңіз айтқан ғарры әкеңіз аман сау жүр ме? Ол елі тірі ме?» деді. «Сіздің құлыңыз болған әкеміз аман сау жүр, ол елі тірі», деп олар құрметпенен иіліп тәжім етті. Юсуп көз таслап, өзіменен бір анадан туылған інісі Беньяминді көргенде, «Бұл маған айтқан генже ініңіз бе?» деп сорады. Һәм Беньяминге, «Құдай саған мейірімін түсірсін, ұлым», деді де, дархал сол жерден шығып кетті. Өйткені туысқанын көргенде, оның жүрегі елжіреп кеткен еді. Юсуп бөлмесіне кіріп, сол жерде жылап алды. Ол бетін жуғаннан кейін сыртқа шықты да, өзін қолға алып, «Ауқат әкелінсін», деп бұйырды. Юсупке бөлек, аға інілеріне бөлек, һәм Юсуппенен ауқатланып отырған мысырлыларға бөлек дастархан жайылды. Себебі мысырлылар еврейлерменен бірге ауқат жемейтұғын еді. Бұл олар үшін мәкру есапланатұғын еді. Туысқанлары Юсуптың қарсы алдында үлкенінен кішісіне дейін жасы бойынша отырды. Олар таң қалысып бір-біріне қарады. Юсуптың дастарханынан оларға ауқат жіберілді. Сонда Беньяминнің пайы басқаларға қарағанда 5 есе артық болды. Олар Юсуппенен бірге ішіп, кеуіл көтеріп отырды. Жаратылыс кітабы 44 бап. Юсуп өзінің үй басқарушысына былай деп бұйырды: «Бұл адамлардың қапларын өзлеріне көтере алғанша азық ауқатқа толтыр, һәм әрбірінің күмісін қабының аузына сал. Ең кенжесінің қабының аузына ғалле үшін төленген күмісіне қоса, менің күміс кесемді де салып қой». Үй басқарушысы Юсуптың айтқанындай етіп істеді. Ертеңіне таң атудан сол адамлар ешеклеріменен бірге жолға атландырылды. Олар қаладан ұзақлап кетпей тұрып, Юсуп өзінің үй басқарушысына былай деп бұйырды: «Бар, сол адамлардың ізінен қу. Жетіп алғаныңнан кейін оларға былай деп айт: не үшін сілер жақсылыққа жаманлық қайтардыңыз? Не үшін қожайынымның күміс кесесін ұрлап кеттіңіз? Қожайыным онан ішіп, оны пал ашу үшін қолданады ғой. Сіздер жаман іс істедіңдер». Үй басқарушысы ағалы інілердің ізінен қуып жетіп, оларға осы гәплерді айтты. Ағалы інілер оған: «Мырзамыз, не үшін бұндай сөздерді айтып тұрсыз? Сіздің құлларыңыз болған біздер бұндай іслерді істеуден аулақпыз. Хәтте біздер қапларымыздың аузынан тапқан күмісті
Қанан жерінен сізге қайтарып әкеліп берген едік қой. Қалай біздер қожайыныңыздың үйінен күміс ямаса алтын ұрлаймыз? Күміс кесе құлларыңыздың қайсысы бірінен табылса, сол өлтірілсін. Ал қалғанларымыз қожайынымызға құл болайық, деді. Үй басқарушысы, мейлі, сіздер айтқандай болсын. Кесе кімнен табылса, сол менің құлым болады. Ал қалғанларыңыз айыпсыз боласыз, деді. Олар дархал қапыларын жерге түсіріп, аузларын ашты. Үй басқарушы үлкенінен баслап кішкенесіне дейін хаммесінің қапыларын тексеріп шықты. Кесе Бениаминнің қабынан табылды. Туысқанлар қайғыдан киімлерін жыртты. Хам жүклерін ешеклеріне артып қалаға қайтып барды. Яхуда хам туысқанлары Юсуптың үйіне келгенде, ол елі үйде еді. Олар Юсуптың алдында жерге жығылды. Юсуп оларға: «Неге бұндай істедіңіз? Мендей адамның пал ашып, біліп алатұғынын білмедіңіз бе?» деді. Сонда Яхуда: «Мырзамызға біздер не айта аламыз? Не деп түсіндіре аламыз? Өзлерімізді қалай ақылай аламыз? Құдай құлларыңыздың айбын ашкара етті. Біздер де кесе табылған адамда сізге құл боламыз», деді. Юсуп: «Яқ, мен бұндай істеуден аулақпан. Кесе кімнен табылған болса, тек сол маған құл болады. Ал сізлер аман есен әкеңіздің алдына қайта берің», деді. Сонда Яхуда Юсупке жақынырақ келіп, былай деді: «Мырзам, маған бір сөз айтуға рұқсат етің. Сіз фараон менен бірдей билікке иесіз. Құлыңызға ашуланбаң. Мырзам, сіз құлларыңыз болған біздерден әкеңіз ямаса басқа туысқаныңыз бар ма деп сұрағаныңызда, біздер сізге ғарры әкеміз хам оның қартайғанда көрген генже ұлы бар. Оның туысқаны өліп, анасынан жалғыз қалған еді. Хам әкеміз оны жақсы көреді деген едік. Сонда сіз құлларыңыз болған біздерге, оны маған алып келің, бір көрейін деген едіңіз. Бірақ біздер сізге бала әкесін таслап кете алмайды. Егер әкесі оннан айрылса, өліп қалады деген едік. Сіз құлларыңыз болған біздерге, егер генже ініңіз сіздерменен бірге келмесе, көзіме көрінбең деген едіңіз. Біздер сіздің құлыңыз болған әкемізге қайтып барғанымызда, сіздің сөзлеріңізді оған айтып бердік. Әкеміз, және барып біздерге аз-маз азық ауқат сатып алыңлар дегенде, біздер оған: бара алмаймыз. Егер генже ініміз біздерменен бірге барса ғана барамыз. Генже ініміз біздерменен бірге болмаса, ол адамның жүзін көре алмаймыз, дедік. Сонда құлыңыз болған әкеміз біздерге: хаялым Рахиланың маған 2 ұл туып бергенін білесіз. Біреуінен айрылдым. Оны бір хайуан тілкім-тілкім етіп таслаған. Соннан бері оны қайтып көрмедім. Егер сіздер бұны да алып кетсеңіз, хам ол бір бәлеге жолықса, онда сіздер менің ғарры басымды сол қайғы менен өлілер маканына жібересіздер, деді. Енді мен сіздің құлыңыз болған әкемізге қайтып барғанымда, оның жанынан артық көретұғын ұлы қасымда болмаса, ол ұлының жоқ екенін көріп, өліп қалады. Сонда сіздің құлыңыз болған, біздер құлыңыз болған әкеміздің ғарры басын сол қайғы менен өлілер маканына жібереміз. Сіздің құлыңыз болған, мен бұл бала үшін басым менен жауап беремен, деп әкеме: егер оны саған қайтарып алып келмесем, онда мен бір өмір сенің алдыңда айыпкер болайын, дедім. Сондықтан енді баланың орнына сізге мен құл болып қалайын, ал бала туысқанларыменен бірлікте қайта берсін. Себебі бала жанымда болмаса, әкеме қалай қайтып бараман? Мен әкемнің басына түсетұғын бақытсыздыққа шыдай алмаймын. Жаратылыс кітабы 45 бап. Сонда Юсуп қызметшілердің алдында өзін артық тұта алмай: «Хам мені бұл жерден шығарып жіберің», деп бақырды. Солай етіп, Юсуп туысқанларына өзін танытқанда, оның жанында ешкім жоқ еді. Оның дауыслап жылағаны соншелі, Мысырлылар да оның жылағанын есітті. Бұл хақында хабар фараонның сарайына да жетіп барды. Юсуп туысқанларына: «Мен Юсуппен, әкем елі тірі ме?»
деді. Бірақ туысқанлары оның алдында албырап, не деп жауап берерін білмеді. Юсуп оларға: «Маған жақынырақ келіңдер», деді. Олар жақынырақ келгенде, Юсуп сөзін былай деп давам етті: «Мен сіздер Мысырға сатып жіберген туысқаныңыз Юсуппен. Мені бұл жерге сатып жібергеніңіз үшін қиналмаң, һәм өзлеріңізді айыпламаң. Құдай адамлардың өмірін сақлап қалу үшін мені сіздерден алдын бұл жерге жіберді. Елде 2 жылдан бері ашлық болмақта, және 5 жыл давамында жерде егілмейді, зүррәт те жиналмайды. Құдай жер жүзінде ұрпақларыңызды сақлап қалу үшін һәм таң қаларлық жолменен жанларыңызды құтқару үшін мені сіздерден алдын бұл жерге жіберді. Мені бұл жерге сіздер жібергеніңіз жоқ, ал Құдай жіберді. Ол мені фараонға кеңесқой, оның сарайына қожайын һәм бүткіл Мысыр еліне басшы етіп қойды. Сіздер дәрхал әкемнің алдына барың да, оған ұлыңыз Юсуп: Құдай мені бүткіл Мысыр еліне басшы етіп қойды, іркілмей жаныма кел, сен балаларың, ақлықларың, сүру һәм падаларың, бүткіл мал мүлкіңменен бірлікте көшен жеріне орналасып, менің жанымда боласаң. Сол жерде мен сені бағаман, өйткені ашлық және 5 жыл давам етеді. Болмаса сен, қожалығың һәм саған тиесілі һәмме нәрсе набыт болады, деп айтып атыр деңлер. Соңынан ол туысқанларына: және міне, сізлер де інім Беньямин, сен де өз көздеріңізбенен көріп тұрғаныңыздай, сізлерге бұл сөздерді айтып тұрған мен хақиқаттан да Юсуп боламын. Мысырда менің қаншелі атақ абырайға ие екенімді һәм өздеріңіз көрген нәрселердің һәммесін әкеме айтып берің. Әкемді дархал бұл жерге алып келің, деді. Соңынан Юсуп інісі Беньяминнің мойнынан құшақлап жылады. Беньямин де оны құшақлап жылады. Юсуп барлық ағаларын да сүйіп, оларды құшақлап жылады. Кейін туысқанлары оныңменен сөйлесе басылады. Юсуптың туысқанлары келгені хақында хабар фараонның сарайына жетіп барғанда, фараон һәм оның қызметшілері бұған қуанды. Фараон Юсупке былай деді: «Туысқанларыңа айт, олар ешеклеріне жүклерін артып, Қананға қайтсын, әкесін һәм қожалықларын алып, осы жерге қайтып келсін. Мен оларға Мысырдың ең жақсы жерлерін беремен. Ішіп жейтұғыны мол болады. Және де оларға былай деп айтуыңды да бұйырамын: балалары һәм хаяллары үшін Мысырдан арбалар алып кетсін, һәм әкеңізді бұл жерге алып келсін. Қалып кеткен затларына ашынбасын. Бүткіл Мысырдың ең жақсы затлары олардікі болады». Израильдің ұллары айтылғанларды істеді. Юсуп фараонның бұйрығы бойынша оларға арбалар һәм жол үшін азық берді. Юсуп олардың һәр біріне 1 шапаннан, ал Беньяминге 300 шекіл күміспенен 5 шапан берді. Ол әкесіне арнап 10 ешекке Мысырдың ең жақсы затларын жүкледі, һәм әкесінің жолы үшін 10 машаға дан, нан һәм азық ауқат артып жіберді. Юсуп туысқанларын жолға шығарып салып атырып, жолда жанжалдесіп жүрмеңлер, деді. Юсуптың туысқанлары Мысырдан шығып, Қанан еліне әкесі Яқыптың жанына қайтып келді. Олар әкесіне: «Юсуп тірі екен, ол қазір бүткіл Мысыр елін басқарып тұр», деді. Бірақ Яқыптың жүрегі бүлк етпеді һәм оларға сенбеді. Олар әкесіне Юсуптың өзлеріне айтқан барлық сөздерін айтып берді. Яқып өзін көшіріп әкелу үшін Юсуптың жіберген арбаларын көргенде рухына жан кірді. Сонда Израиль: «Енді сенемен, ұлым Юсуп елі тірі екен, өлмесімнен бұрын барып, оны көретұғым болдым», деді. Жаратылыс кітабы 46 бап. Солай етіп, Израиль өзінің барлық мал мүлкін алып, жолға шықты. Бершебаға жетіп келгенде, әкесі Исақтың Құдайына арнап құрбанлықлар шалды.
Құдай түнде Израильға аян беріп, «Яқып, Яқып» деді. «Ләббай» деді ол. Құдай оған былай деді: «Мен Құдайман, әкеңнің Құдайыман. Сен Мысырға барудан қорқпа. Мен ол жерде сенің ұрпақларыңнан ұлы халық жаратаман. Мен сенің менен бірге Мысырға бараман, һәм ұрпақларыңды осы жерге сөзсіз қайтарып алып келемен». Қайтыс болғаныңда Юсуп өз қолларыменен көздеріңді жабады. Соңынан Яқып Бершебадан жолға шықты. Израильдің ұллары әкесі Яқыпты, балаларын һәм хаялларын фараон жіберген арбаларға мінгізіп алып кетті. Олар малларын һәм Канан жерінде жинаған бүткіл мал мүлкін алып Мысырға келді. Яқып пенен оның бүткіл ұрпақлары бірге еді. Яқып өзіменен бірге ұлларын, қызларын, ақлықларын, яғни бүткіл ұрпақларын алып Мысырға көшіп келді. Израильдің, яғни Яқыптың Мысырға алып келген ұлларының һәм ұрпақларының атлары төмендегіше: Яқыптың тұңғышы Рубен, Рубеннің ұллары Ханох, Паллу, Хесрон һәм Карми. Шимонның ұллары Эмуел, Ямин, Охат, Яхин, Сохар һәм Кананлы хаялынан туылған Шаул. Левидің ұллары Гершон, Кохат һәм Мерари. Яхуданың ұллары Онан, Шела, Перес һәм Зерах. Бірақ менен Онан Кананда қайтыс болған еді. Перестің ұллары Хесрон һәм Хамул. Исарақтың ұллары Тола, Пуа, Иоб һәм Шимрон. Зебулонның ұллары Серет, Элон һәм Яхлeel. Бұлар Леяның Яқыпқа туып берген ұллары һәм олардың ұрпақлары. Лея оларды һәм қызы Динаны Падан Арамда туған еді. Яқыптың Лея арқалы тарқаған ұрпақлары барлығы болып 33 еді. Гадтың ұллары Сифион, Хагги, Шуни, Эзбон, Эри, Ароди һәм Арели. Ашердің ұллары Имна, Ишуа, Ишуи, Берия һәм олардың қарындасы Серах. Берияның ұллары Хебер һәм Малкиел. Бұлар Лабанның қызы Леяға берген шорысы Зилпаның Яқыпқа туып берген ұллары һәм олардың ұрпақлары. Олар барлығы 16 еді. Яқыптың хаялы Рахиланың ұллары Юсуп һәм Беньямин еді. Мысырда Юсуп Менаше һәм Ефраим деген екі ұлы болды. Юсупке оларды Он қаласының рухании болған Потифераның қызы Асенат туып берді. Беньяминнің ұллары Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хуппим һәм Арт. Бұлар Рахиланың Яқыпқа туып берген ұллары һәм олардың ұрпақлары. Олар һәммесі болып 14 еді. Данның ұлы Хушим. Нафталидің ұллары Яхсиел, Гуни, Есер һәм Шиллем. Бұлар Лабанның қызы Рахилаға берген шорысы Билханың Яқыпқа туып берген ұллары һәм олардың ұрпақлары. Олар һәммесі 7 еді. Яқыптың ұлларының хаялларын қоспағанда, Яқыптың ұрпағынан болған һәм оның менен бірге Мысырға келгендердің саны һәммесі болып 66 адам еді. Юсуптың Мысырда туылған 2 ұлы менен бірлікте Мысырға көшкен Яқыптың қожалығы һәммесі болып 70 адам еді. Яқып Гошен жерінде көрсетуғынын айту үшін Юсупке алдын ала Яхуданы жіберді. Олар Гошен жеріне жетіп келгенде, Юсуп өзінің арбасын жегіп, әкесі Израильді көру үшін
Гошенге барды. Юсуп әкесін көре сала, оны мойнынан құшақлап ұзақ жылады. Израиль Юсупке: «Тірі екеніңді өз көзімменен көрдім. Енді өлсем де арманым жоқ», деді. Юсуп туысқандарына һәм әкесінің үй ішіндегі адамларға былай деді: «Мен фараонға барып былай деймін: Қанан жерінде жасаған туысқандарым һәм әкемнің үй ішіндегі адамлар маған келді. Олар шопанлар болып, шаруашылықпенен шұғылданады. Сондықтан олар сүрулерін, падаларын һәм барлық мал-мүлкін өздеріменен бірге алып келген. Егер фараон сіздерді шақырып, кәсіп кәріңіз не деп сұраса, сіздер ата-бабаларымыз сияқлы, біздер де бала уақытымыздан бері шаруашылықпенен шұғылданамыз деп айтыңлар. Сонда сіздерге Гошен жеріне орналасуға рұқсат етіледі. Себебі мысырлылар шопанлардан жеркенеді». Жаратылыс кітабы 47 бап. Юсуп фараонға барып, әкем һәм туысқандарым сүрулері, падалары һәм барлық мал-мүлкіменен Қанан жерінен келді. Олар қазір Гошен жерінде, деп хабарлады. Кейін Юсуп ажағаларының ішінен 5-еуін таңлап алып, фараонның алдына алып келді. Фараон Юсуптың ағаларынан: «Кәсіп кәріңіз не?» деп сұрады. Олар былай деп жауап берді: «Сіздің құлдарыңыз болған біздер ата-бабаларымыз сияқлы шопанбыз. Біздер бұл елге уақытша жасау үшін келдік. Қанан жерінде күшлі ашлық болып, малларымыз жайылатұғын өріс қалмады. Рұқсат етсеңіз, Гошен жеріне орналасайық». Сонда фараон Юсупке: «Әкең һәм туысқандарың саған келіпті. Мысыр жері сенің ықтиярыңда. Оларды елдің ең жақсы жеріне орналастыр. Олар Гошен жерінде жасасын. Егер олардың арасында ұқыплы адамлар бар болса, оларды менің шаруам үстінен бақылаушы етіп қой», деді. Кейін Юсуп әкесі Яқыпты фараонның алдына апарды. Яқып фараонға патиясын берді. Фараон Яқыптан: «Жасыңыз нешеде?» деп сұрады. Яқып оған: «Мен 130 жылдан бері дүнияға мейманмын. Менің өмірім тез һәм машақатлы өтті. Бірақ мен ата-бабаларымның мейман болып жасап кеткен жасына елі жетпедім», деп жауап берді. Соңынан Яқып фараонға патиясын беріп, оның алдынан шығып кетті. Солай етіп, Юсуп әкесін һәм туысқанларын Мысырға орналастырып, фараонның бұйырғанындай оларға елдің ең жақсы жерінен, Рамзес өлкесінен меншік жер берді. Және де Юсуп әкесін, туысқанларын һәм әкесінің үй үшін балаларының санына қарай азық ауқатпенен тәминледі. Ашлықтың күшейгені соншелі, ешбір елде жейтұғын нәрсе қалмады. Мысыр һәм Қанан еллері қырылып кете жазылады. Юсуп сатқан дәні үшін Мысырдағы һәм Қанандағы барлық күміслерді жинап, фараонның сарайына апарды. Мысырда да, Қананда да күміс таусылғанда, мысырлылар Юсупке келіп: «Біздерге жейтұғын нәрсе берің. Біздер сіздің көз алдыңызда өліп кетейік пе? Күміслеріміз де таусылды», деді. Юсуп оларға: «Егер күмісіңіз таусылған болса, малларыңызды алып келің. Мен олардың орнына сіздерге азық ауқат беремен», деді. Солай етіп, олар малларын Юсупке алып келді. Юсуп олардың атлары, майда ірі маллары һәм ешеклерінің орнына азық ауқат берді. Юсуп 1 жыл бойы оларды малларының орнына азық ауқатпенен тәминледі. Сол жыл өткеннен соң, кейінгі жылы халық және Юсуптың алдына келіп: «Мырзамыз, сізден хақиқатты жасырмаймыз. Күмісіміз таусылды, малларымызды сізге бердік. Енді сізге өзімізден һәм жерімізден басқа беретұғын еш нәрсеміз қалмады. Біздер сіздің көз алдыңызда өліп кетейік пе? Жерлеріміз де шөлге айлансын ба?»
сіз біздерді һәм жерлерімізді сатып алып, орнына азық ауқат берің. Біздер жерімізбенен бірге фараонның құлы болайық. Біздерге тұқым берің, өлмей тірі қалайық. Жерде қаңырап қалмасын, деді. Солай етіп, Юсуп Мысырдағы барлық жерлерді фараон үшін сатып алды. Мысырлылардың һәммесі атызларын сатты. Өйткені ашлық оларды бұған мәжбүр етті. Жерлердің һәммесі фараондікі болды. Юсуп Мысырдың бір шетінен екінші шетіне дейін бүткіл халықты фараонның құлына айландырды. Ол тек руханилердің жерлерін ғана сатып алмады. Себебі олар фараон тарапынан тәминленіп, сол арқалы күн кешіргендіктен жерлерін сатпады. Жаратылыс кітабы 48 бап. Бұннан бір қанша уақыт өткеннен соң Юсупке әкең ауырып жатыр деген хабар жеткенде, ол ұллары Манаша менен Ифраимді ертіп әкесіне кетті. Яқыпқа ұлыңыз Юсуп келді деп хабарлағанда, Израиль күшін жинап төсегінде тұрып отырды. Яқып Юсупке: құдіреті күшлі Құдай Қанан жеріндегі Лузда маған көрінді, һәм мені жарылқап, маған: мен сені өсіп өндіріп көбейтемен, ұрпағынан көпілеген халқылар жаратаман. Бұл жерді сенен кейінгі ұрпақларыңа мәңгіге меншік етіп беремен деген еді. Мен Мысырға келмесімнен алдын сенің бұл жерде туылған екі ұлың Ефраим менен Манаше енді менікі болып есапланады. Олар мен үшін Рубен һәм Шимон менен теңдей. Олардан кейін туылатығын балаларың өзіңдікі болады. Оларға Ефраим һәм Манаше арқалы мирас өтеді. Мен Паданнан қайтып келатырғанымда, Қанан елінде Ефратқа жетуге аз қалғанда, Рахила қайтыс болып, мен оннан айырылып қалдым. Оны Ефратқа, яғни Бетлехемге баратығын жол бойына жерледім, деді. Израиль Юсуптың ұлларын көріп, бұлар кімлер? деп сұрады. Юсуп әкесіне: бұлар Құдайдың маған Мысырда берген ұллары, деді. Сонда Израиль оған: оларды маған жақылдат, оларға патиямды берейін, деді. Қартайғанлықтан Израильдің көзлері әзіллеп, жақсы көрмейтұғын еді. Юсуп ұлларын әкесіне жақылдатқанда, әкесі оларды сүйіп, құшақлады. Соңынан Израиль Юсупке: мен сенің дидарыңды көруден үмітімді үзген едім. Бірақ мінекей, Құдай маған сенің перзентлеріңді де көрсетті, деді. Юсуп әкесінің тізесінде отырған ұлларын шетке алды да, маңлайы жерге тигенше иіліп, әкесіне тәжім етті. Соңынан Юсуп Ефраимды оң жағына алып, Израильдің шеп қолына туырлап, ал Манашені шеп жағына алып, Израильдің оң қолына туырлап тұрғызды. Бірақ Израиль қолларын айқастырып, тұңғыш ұл Манаше болуына қарамастан, оң қолын кіші ұл Ефраимның басына, ал шеп қолын тұңғыш ұл Манашенің басына қойды. Кейін Юсупке патиясын беріп былай деді: аталарым Ибраим менен Исақтың қызмет еткен Құдайы осы күнге дейін өмірім бойы менің шопаным болған Құдай, мені барлық жаманлықлардан сақлап келген періште бұл өспірімлерді жарылқасын. Менің атым һәм аталарым Ибраим менен Исақтың атлары олар арқалы давам етсін. Олар жер бетінде есап сансыз болып көбейсін. Әкесінің оң қолын Ефраимның басына қойғаны Юсупке ұнамады. Сондықтан ол әкесінің қолын Ефраимның басынан алып, Манашенің басына қоймақшы болды. Юсуп әкесіне: әке, олай емес. Тұңғыш ұл Манаше болады. Оң қолыңды оның басына қой, деді. Бірақ әкесі келісім бермей: білемен ұлым, білемен. Манашеден де ұлы бір халық шығады. Бірақ оның інісі оннан да ұлырақ болып, ұрпақларынан көп
халықлар келіп шығады, деді. Сол күні Израиль оларға патиясын беріп, былай деді. Израильлылар патия бергенде, Құдай сені Ефраим хам Манашедей қылсын, деп сізлердің атыңызбенен патия беретұғын болады. Осылайынша, Яқып Ефраимді Манашеден жоғары қойды. Соң Израиль Юсупке, менің өлімім жақынласты. Құдай сізлерменен бірге болып, сізлерді ата-бабаларыңыздың жеріне қайтарады. Саған туысқандарыңнан бір пай артық етіп, тау етегіндегі жерді де беремен. Оны мен қылыш хам садағым менен Амор халқынан тартып алған едім, деді. Жаратылыс кітабы 49 бап. Яқып ұлларын жанына шақырып алып, былай деді. Жаныма жиналыңар, мен келешекте сіздерге не болатығынын білдірейін. Жиналып құлақ салыңар. Хей Яқып ұллары, тыңлаңыз әкеңіз Израильді. Хей сен Рубен, менің тұңғышым, еркеклік күшімнің дәслепкі жемісі. Сен құрмет хам күш жағынан ең үстінсең, бірақ тасқаның үшін су сияқлы үстен болмайсаң ешқашан енді. Өйткені кірдің сен әкеңнің төсегіне, төсегіме кіріп, харамладың оны. Ағайынлы Шимон хам Леви қылышлары жауызлық құралы, олардың жасырын жобасына шерік болмайын, жиынына да қатынаспайын мен. Себебі олар ашуға мініп адам өлтірді, кеулі күсегенін қылып, кесті бұғалардың тірсеклерін. Нәлет жаусын олардың рехімсіз ашуына, нәлет жаусын олардың жауыз ғазебіне. Оларды бөліп жіберіп, Яқып халқының арасына, тарқатаман Израиль халқының арасына. Хей Яхуда, туысқанларың сені мақтайды, қолың жауыңның желкесінен түспейді. Туысқанларың алдында бас иеді. Яхуда, сен жас арыслансаң, ұлым менің, аң аулап қайттың, жатасаң арыслан сияқлы, шіреніп, мазаңды алуға кімнің батылы жетер? Хақиқи иесі келгенге дейін патшалық хассасы алынбас сеннен. Билік барқұлла сенікі болып, халқлар саған бойсынар. Байларсаң ешегіңді жүзім ағашына, гүрреңді мүйелі шақасына, жуарсаң киімлеріңді шарапқа, шапаныңды жүзімнің қанына. Шараптан нұрлы болар көзлерің, сүттен ақ болар сенің тіслерің. Зебулун жасайды теңіз бойында, кемелерге жақсы болар ол. Маканлаған жері болар Сидонға шекім. Жүклер арасында жатырған Иссахар, бір күшлі ешек. Ол қашан дем алатұғын жақсы жер, ұнайтұғын бір ел көрсе, жүкті көтеру үшін иығын тұтып, еріксіз қызметшіге айланар. Дан да Израильдің бір ұруы болып, өз халқына қазылық етер. Дан, жол шетіндегі жылан. Ол соқпақта жатырған бір улы жылан. Ол аттың табанынан шаққанда, атлыны шалқасына жығылтар. Сенің құтқаруыңды күтпектемен жаратқан ие. Гат басқыншылары хүжіміне ұшырар, бірақ олардың ізінен қуып, шабылу жасар. Әшердің азық ауқаты тойымлы келер, ол патшаға сай ләзетлі тағам жетістірер. Нафтали бір азат суын, оннан ажайып балалар туылар. Юсуп мүйелі ағаш, ол бұлақ басындағы жемсілі терек. Шақалары диуалдан асып өтер, оған садақшылар рехімсіз хүжім етті. Дүшпанларша үстіне оқлар жаудырды. Бірақ Израильдің қорғаушы жартасы хам шопаны болған Яқыптың күшлі құдайының жәрдемінде қоллары оның қарулы хам шаққан болды. Соллықтан ол садағын беккем ұслады. Әкеңнің құдайы сені қоллап тұрар. Жоғардағы аспанның берекеті менен, жердегі терең бұлақлардың берекеті менен, көкірек сүті хам ана құрсағының берекеті менен, құдіреті күшлі құдай сені жарылқар. Әкеңнің берген патиялары ұлырақ болар әйемгі таулардың берекетлерінен, ескі төбешіклер молшылығынан да. Патияларым туысқанлары ішінен таңланған Юсупке қонсын. Бениамин аш қасқыр, ол аулаған аңын азанда жеп, кеште олжаны бөлсер. Израильдің 12 ұруы ұсылар,
әкесі оларға бұл сөздерді айтып, har біріне мінәсіп болған патияны берген еді. Бұнан кейін Яқып ұлларына былай деп уасият етті: мен өліп ата-бабаларыма қосыла жақпан. Мені ата-бабаларымның жанына, Хет халқынан болған Эфронның атызындағы үңгірге апарып қойыңлар. Бұл үңгір Қанан жерінде, Мамреге жақын жердегі Махпела атызында жайласқан. Оны Ибраим Хет халқынан болған Эфроннан мазар қылу үшін сатып алған еді. Ол жерге Ибраим хам оның хаялы Сара, Исақ хам оның хаялы Ребекка қойылған. Мен Лияны да сол жерге қойдым. Бұл атыз хам ондағы үңгір Хетлерден сатып алынған еді. Яқып ұлларына бұл уасият сөзлерін айтып болғаннан соң, төсегінде аяқларын жинап жатты да, демі таусылып, өз ата-бабаларына қосылды. Жаратылыс кітабы 50-ші бап. Сонда Юсуп өзін әкесінің үстіне таслап, жылап тұрып, оны сүйді. Ол өз қызметіндегі шипакерлерге әкесінің денесін мумиялауды бұйырды. Олар Израильді мумиялады. Бұл іс 40 күнге созылды. Себебі мумиялауға сонша уақыт керек еді. Мысырлылар Израиль үшін 70 күн аза тұтты. Азалау күндері өткеннен кейін Юсуп фараонның уәзірлеріне: маған мейірім көрсетіп, фараонға мыналарды жеткізіңлер. Әкем маған ант іштіріп, менің өлімім жақынласты. Мені Қанан жеріндегі өзім үшін қаздырған қабірге апарып қой деген еді. Енді фараон әкемді жерлеп қайтуыма рұқсат берсін, деді. Сонда фараон Юсупке: әкеңе берген антыңды орындап, оны жерлеп қайт, деді. Солай етіп, Юсуп әкесін жерлеуге кетті. Фараонның барлық қызметшілері, сарайдың хам Мысыр елінің басшылары оның менен бірге кетті. Сондай-ақ Юсуптың бүткіл қожалығы, туысқанлары хам әкесінің үй іші де оның менен бірге еді. Тек балаларды, майда хам ірі малларды Гошен жерінде қалдырды. Сауаш арбалар хам оның үстіндегі әскерлер де оларға қосылып, үлкен көшке айланды. Олар Иордан дариясының шығысындағы Атат қырманына жетіп барғанда, уай-уайлап жылап, дауыс шығарды. Юсуп әкесі үшін 7 күн аза тұтты. Сол жерде жасайтұғын Қананлылар Атат қырманындағы азалау мәресімін көріп, Мысырлылар қаншелі ауыр аза тұтып атыр, десті. Сол себеплі Иорданның шығысындағы бұл жерге Әбел Мысрайым аты берілді. Яқыптың ұллары әкесінің уасиятын толық орындады. Оның денесін Қанан жеріне әкеліп, Мамреге жақын жердегі Махпела атызындағы үңгірге қойды. Бұл үңгірді Ибраим Хет халқынан болған Эфроннан мазар қылу үшін атызбенен бірге сатып алған еді. Юсуп әкесін жерлеп болғаннан соң, оның өзі, туысқанлары хам оның менен бірге әкесін жерлеуге барғанлардың хаммесі Мысырға қайтты. Әкесі өлгеннен кейін Юсуптың ағалары бір-біріне: егер Юсуп біздерге елі де кек сақлап жүрген болып, оған істеген жаманлықларымыз үшін біздерден өш алмақшы болса, не қыламыз, десті. Солай етіп, олар Юсупке мынадай хабар жоллады: әкеміз өлмесінен алдын уасият етіп, саған, ағаларының саған істеген жаманлығын, олардың айып хам күнасын кешір деп айтуымызды тапсырған еді. Енді сен әкеңнің құдайының құллары болған біздердің күнамызды кешір. Юсуп бұл хабарды естігенде жылап жіберді. Соннан кейін ағаларының өзлері Юсупке келіп, оның алдында жерге жығылып, біздер сенің құлларыңбыз, деді. Бірақ Юсуп оларға: қорықпаңлар, мен құдай емеспен.
сізлер маған жаманлық ойлаған едіңіз, бірақ Құдай көп адамлардың өмірін сақлап қалу үшін қазір өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай бұл жаманлықты жақсылыққа айландырды. Сондықтан қорықпаңдар, мен сіздерді де балаларыңызды да бағаман, деді де ағаларының жүрегіне жағатұғын жылы сөздер айтып, оларға тәселі берді. Солай етіп, Юсуп һәм оның әкесінің үй іші Мысырда жасап қалды. Юсуп 110 жыл жасады. Юсуп Ефраимның ақлық шаулықларын көрді. Манашенің ұлы Махирдің ұлларын бауырына басты. Юсуп туысқанларына, менің өлімім жақынласты, бірақ Құдай сіздерге сөзсіз нәзер салады. Ол сіздерді бұл жерден алып шығып, өзі Ибраимға, Исаққа һәм Яқыпқа беремен деп ант ішкен жеріне апарады, деді. Соңынан оларға ант іштіріп, Құдай сіздерге сөзсіз нәзер салады. Сонда сіздер менің сүйегімді бұл жерден алып кетіңдер, деді. Юсуп 110 жасқа шығып қайтыс болды. Оның денесін мумиялап, Мысырда бір табытқа салып қойды.